тапқырлар бұрышы бар ма екен? Сол кітаптарға бұрышта нелер бар екен, балалар? Ертегі кітаптар бар екен, балалар, міне. Балалар, осы жерде сіздерге ертегі кітабынан алып, жыл басы деген ертегі оқып берейін, балалар? Балалар, сіздер ертегі кітабын жақсы көресіздер ме? Сіздер қандай ертегі білесіздер? Мақтан, мұшық. Қандай ертегі дұрыстағы? Бауырсақ ертегі, жарайды, мақтауыз. Ал жарайды, сендер көп ертегі білесіздер. Мен сіздерге бүгін жыл басы деген ертегіні алып келдім, балалар. Сіздер тыңдауға дайынсыздар ма? Онда мен сіздерге әдемілеп ертегі оқып берейін, олар тыңдап отырыңдар, Жыл басы. Бұрынғы ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алыстан жақын қыламын, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылма шейін арқан жібеседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл басы мен боламын дейді. Сонда түйе айтады: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерге барамын. Аш болдым деп арқа сұлы сұрамаймын. Кәде болса кәде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қоя кетіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болуға мен лайықпын дейді. Сонда сиыр айтады: адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құс май істейді, жыл басы болу маған лайық дейді. Сонда қой айтады: мен болмасам, қазақ үйіне мен жабар еді, жүнімді алып киіз басады, табағынан киім тігеді, арқан жібеседі, сүтімнен құс май алады. Сонда ит айтады: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Мен сендердің баршаларының бақташыңмын. Дұшпан көрінсе, үріп, абалап, еме хабар беремін дейді. Сонда әтеш айтады: мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырып хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын дейді. Ұшқан не айтарын білмей тұрады, біртүрлі қулық ойлап, жиналған көпке былай дейді: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын дейді. Өзгелері жыл қарап тұрғанда, түйе өзінің ойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп, тышқанның сөзін қоштап, бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалар түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінеді де отыра береді. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды көріп, еш нәрсе демепті. Сонан соң бәрінен тышқан бұрын көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, құр қалыпты. Балалар, сіздер ертегі болады ма? Ертегі не туралы екен, балалар? Дұрыс, балалар. Қандай жылда таласыпты жыл басына? Жарайды, өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Ал балалар, енді мен немеремді алып үйіме қайтайын, балалар? Сау болыңдар.